Эфирде Құдіретті Қылқалам бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның қонағын іздеп келе жатырмын. Бұл Шоқан Уәлиханов көшесінің бойында орналасқан Қазақтың педагогикалық университетіне қарасты көркем сурет графика факультеті. Міне осы факультеттің бүгінгі таңдағы басшысы және Қазақстан көркем академиясының академигі, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты Тоққожа Қожағұл бүгін осы жерде жұмыста болуы керек. О, Жаке, қалай жағдай? Қалжамай, жүр. Мен біреуді емес, бірінші өзімді салам. Өзімді қалпына суретшілердің тілімен айтқанда формама кірдім дейді ғой. Міне осындай кіру үшін мен өзімнің автопортретім. 2017 жылда көрмемді жасаған кезде елдер айтады, өзіңізді жақсы көресіз-ау деймін, көп сала бересіз дейді. Ал оның құпиясы мына қызметтен қолым қалт еткен кезде мен сол өзімді салып, қолымды қалпына келтіремін. Суретші Тоққожа Қожағұлдың осы Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті қабырғасында жүргеніне 42 жыл. Бала кездегі арманына жету үшін Алматыға келіп, сол кездегі Абай атындағы педагогикалық институттың көркем сурет және графика факультетіне түскен. Бұл 1979 жыл еді. Аталмыш факультеттің тарихы да қызық. 1963 жылы физика факультетінің жанынан ашылған бөлім 1969 жылдан бастап сурет өнеріне икемді талапты жастарды жеке қабылдай бастаған. Кеңестік кезде біз суретке дайындағанда балалар аптасына сурет сабағының өзін 6 сағат, қосымшасымен 8 сағат даярлайтын болса, баллон жүйесіне келген кезде бұл азайып отырды. 6 сағатқа, 4 сағатқа, кейіннен 2 сағатқа. Қалған уақыттарын ол өзі еркімен, өз үйінде білімін жетілдіру керек деді. Міне осының салдарынан кәсіби деңгейлік төмендей бастады. Егер Европада өздеріңіз білетін болсаңыздар, абстракциялық өнерлерге баланың ой қиялын өзі жеткіздірту болатын болса, академиялық талап тілектерге көп көңіл бөлінбей алды. Ал біздерде осы академиялық талап тілектерді классикалық бағытқа қарай бағамдау, соның есебінде біздің суретшілерде реалистік өнерде жоғары жетістіктер болып отырды. Абай атындағы педагогикалық институтынан кейін 1971 жылдан бастап Қарағанды, Шымкент қалаларындағы оқу орындарында көркем сурет факультеттері ашыла бастады. Ал бұл факультет еліміздегі суретшілер даярлайтын алғашқы білім ордасы ретінде тарихта қалды. Қазір мұнда жыл сайын 400-ге жуық талапкер қабылданып, 1500-тен аса студент білім алып жүр. Бұл жерден түлеп ұшқан суретшілердің көпшілігі елімізге ғана емес, шет елдерге де танылған. Бір азаматтар суретші педагог болады. Ол мықты суретші даярлап шыға алады. Ал екіншісі суретші болады, ол педагог бола алмауы мүмкін. Ол мықты суретші болуы мүмкін. Ол адамның өзінің өскен ортасы, ішкі жан дүниесіне байланысты. Ал енді біздің өзімізде осы бітіріп жатқандардан 1-2 адам шығып жататын болса, ол оның өзі үлкен жетістік. Ал қалғаны педагог болған болатын болса, ол сол суретшілерді әсемдікті, сұлулықты, бір көркемдікті көретін адамдарды тәрбиелейтін болады. Ал сонымен бірге біз кәсіби кескіндемеші, график терді даярлаймыз. Олар кәсіби суретші болып шығады. Яғни біздің өнерге, мәдениетімізге үлкен үлес қосатын азаматтарды бүгін біз тәрбиелеп отырмыз. Оқу орнынан тамамдаған Қожағұлов еңбек жолын қатардағы оқытушы болып бастап, кафедра меңгерушісі, деканның орынбасары секілді қызмет сатыларынан өтті. Шәкірт тәрбиелей жүріп, ғылыми ізденісі мен жеке шығармашылығын назардан тыс қалдырған жоқ. Докторлық диссертациясын қорғап, профессор лауазымын алды. Дегенімен, жан дүниесі бейнелі өнерінен ғана рахат табатын суретші жастарға дәріс бере жүріп, өзі де шығармашылықтың тұңғиығына сүңги берді. Портрет кез келген суретшіге жалынан сипата бермейтін жанр. Ал Қожағұлов
бұл салада өзін әлде қашан дәлелдеген суретші. Оның портреттері әртүрлі көрмелерге қойылып, кәсіби мамандардың жоғары бағасын алған. Мен көбіне портрет жанрын салғандықтан, ол бірінші өзің жаныңда жүрген адам, немесе ол жаныңда жоқ адам. Яғни тарихи тұлға. Яғни тарихи тұлғалар салатын болса, оны сол заманның уақытын, өмір сүрген уақытын, сол кездегі киім киісін, сонымен бірге оның мұралары қалған болатын болса, мысалы Абай, Жамбыл, Мұқағали сияқты ақын жазушылар болатын болса, солардың шығармашылық еңбегін оқисыз. Сонда оның ішкі жан дүниесін түсінесіз, сол арқылы саласыз. Ал енді екіншісінде өмірде көріп жүрген адамыңыз, бірақ соның өзінде біраз уақыт зерттеп қарауы керек болады. Оны отырғызып сала салса, оның ұқсастығын табуыңыз мүмкін, ал ішкі жан дүниесі шешінбей қалуы мүмкін. Бұл жанрды студент шақтан қолға алған суретші алғаш рет ата-анасының портреттерін салған екен. Мен студент кезде екінші курста жүргенде портрет жанры оқылып жатқанда әкемнің портретін жаздым. Өйткені 1979 жылы қыркүйек айында әкем дүниеден озды. Ал мен барғанша жерлік қойыпты. Міне осы жағдайға байланысты мен ол кісі өмірден өтпегендей. Сол әкеге сағынышты мен 1981 жылы әкемнің портретін салдым. Содан кейін әлгі суретті апарып үйге қыстырып қойдым. Сонда менің Ақбала деген бір кіші апам бар еді. Сол кісі мен оқуды бітіргенде осы көркем сурет графика факультетін оқуға түскен кезде айтқан: балам, сен жақсырақ оқып бітіріп, неге ана агрономның, мал дәрігерінің оқуына түспедің? Келсең мал дәрігері болардың, колхоз бастығы болар едің, болашақта дұрыс жұмыс істесең деді. Ол кезде ауылда білесіз ғой, есікте құлпы салу деген жоқ, ашық қала береді. Үйге ешкім болмаған кіріп келсе, әкем портреті ғой, ойбай, жәкем тұр ғой деп шығып. Сонан кейін айтады: ана кісі тірі тұрғандай әсер етті дейді. Мына өнерің керемет екен деді. 3-ші курста жүргенде анамның портретін салдым. Анамның портретін өзі көрді. Кейіннен ол сурет бүкілодақтық көрме қатысып, Мәскеудің көркем сурет галереясы сатып алды. Міне осыдан кейін мен СССР жас суретшілер одағының мүшесі болдым. Міне осы портрет жанрына міндетті түрде осыған араласып кетуіме осы жағдай себеп болды. Есімі ғасырлар қойнауында қалып бара жатқан тұлғалардың бейнесін салуға тарихты жақсы білу жеткіліксіз. Жер бетінде неше адам болса, олардың келбетінде де соншалық ерекшелік, айырмашылық болуы заңдылық. Сондықтан портрет салуға терең ізденіс, шеберлікпен қатар психологиялық көрегенділік те қажет. Ал белгілі бір адамның бейнесін салу үшін онымен 1-2 мәрте кездесу жеткіліксіз. Кейіпкерді жан-жақты зерттеу керек. Мына Көдек ақынның суретіне келгенде маған бір тапсырыс жасады. Сағат Медеубекұлы, Нұрлан Әбдібеков сынды азаматтар Көдек ақынға байланысты кітап шығарып жатыр екен. Осының суретін салып берсеңіз деп. Көдек ақынның фотосуреттері жоқ болған, сақталмаған. 30 жылдардан кейін бұл Қытай Халық Республикасына өтіп кеткен. Содан ол кісінің туған баласы соңғы немересінің фотоларын алып келіп берді маған. Сонда айтады: көзі, мұрын баласына тартқан, ал толықтық жағынан немересіне тартқан деп. Содан мен сол күні түскі сағат 12-лерді алдым да, ертесі күні 10-да Көдекті көрген кісілерді жинаймыз, соны көрсетеміз деді. Сол түні мен отырып жұмыс жасадым да, ертесінде 10-да алып келдім. Онда Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин болатын. Содан Көдекті көрген кісілердің бәрін шақырды. 100-ге жақын келіп өмірден озған Әшімбаев ақсақал келді. Сол кезде көрді да суретті сол кісі айтты: мен көрген Көдек міне осы. Осы Көдекті мен кезінде көргем, шығарып салғам деп. Содан Қытайдан келген азаматтар бар екен. Олар да көріп айтты: иә, біз көрген Көдек осы. Тәттімбеттің де бейнесін, Тәттімбеттің 5-ші ұрпағы Клара Саматқызы маған бір фотосурет әкеп берді. Ол 1855 жылғы сурет екен. Омбының архивінен тауып алып келген. Шыңғыс Төремен түскен көптеген адамдар ішінде Тәттімбетте бар екен. Соның негізінде мен әлгі суретті жасап шықтым. Кейін Манаш Қозыбаев бастаған Тәттімбеттің ұрпақтары бәрі көріп отырды да, ол суретке де жоғары бағасы берді. Содан одан журналистер алған сұхбатында ол кісі енді болашақта одан кейін пайдаланатын жұмыстардың бәрінде осы Тәттімбет, топқа жасалған Тәттімбет бейнесін басқанды қалар едім деп сөйтіп. Өйткені бұл
өмірде сүрген тәттімбеттің бейнесі осы деп өз ұрпағы осындай шешім қабылдады. Суретшінің қаламынан шыққан портреттер топтамасы әртүрлі көрмелерден ғана емес, жеке адамдардың коллекцияларынан да орын алған. Тоққожа Қожағұлов біраз уақыт бұрын Соқпақбаев, Мақатаев, Әшімбаев, Мұқаев, Ауықбаев сынды елімізге танымал азаматтардың бейнесін акварельмен салып шығыпты. Бейнелеу өнерінде түстерді үйлестіріп, бояуды қолдана білумен қатар, олардың ерекшелігін білу де өте маңызды. Бұл акварель бояуының өздік ерекшелігі бар. Бұл мөлдір. Сонан кейін бұнда қате жасауға болмайды. Яғни ең жоғарғысы 5 рет қайталап жазуға болады. Одан ары кіріліп кетеді. Мен бағана сөздің басында айтып кеттім ғой, ғылыммен айналыстым деп. Мен өзім осыған тәжірибе жасаған адаммын. Менің жетекшім Стариченко деген менің ғылыми жетекшім болды. Сол кісі эксперимент жасады. Мен Алматы қаласында бірінші курсқа түскен студенттерді екінші курсқа шейін акварель бояумен салуды үйреткіздім да. Ал Қарағандыдағы екінші адам майлы бояумен салғыздырды үйретті. Бірінші семестрдің қорытындысы бойынша біздердің жұмыстарымыз орташа болып шықты. Ал олардікі жақсы. Екінші семестрде олардікі жақсы, бізде жақсы болдық. Ал екінші курстың несінде біз жоғары, олар сол деңгейде қалды. Неге? Деген осыдан сұрақ туады. Бірінші акварельмен сурет салған кезде суретті нақты салып алу керек болады. Оны қайта түзетуге келмейтіндіктен, ол академиялық талап-тілектің бәрін орындап, дұрыстап сурет салыну керек та, сонан кейін ұқыпты түрде сен қандай бояуды қоясың? Бірінші түр тапқыштың бетінде анықтап тауып алғаннан кейін барып қоюың керек. Ал енді майлы бояуда, егер ол қате кетіп қалатын болса, ол кепкеннен кейін үстінен жасауға болады. Немесе қырып алып тастай салуға болады. Міне осыдан акварель бояудың қиыншылығы осыны туады. Мен мынандай акварельмен бояуды осы бір өз көңілімнен шыққан адамдарды жасаймын. Мысалы, Бердібек Соқпақбаевты өмірде 2 рет көрдім. Бір рет Төлебаев көшесінде, екінші Мұқағали Мақатаевтың 60 жылдығында. Бірақ сөйлесудің осы сәті түспеді. Ал енді сол Бердібек Соқпақбаевтың жазған шығармаларын оқып өстік біз. Өлгендер қайтып келмейтін болсын, менің атым Қожа болсын, Қош бол, Гауһар болсын, ол бізді тартып отырады. Әлі күнге шейін мысалы Бердібектің сол бір жазғандарын оқыған кезде еске бір кейде бір күлкілі кездердері, кейбір кезде сол адамның өмірінде қиын кездерді көруге болады да. Ал Бердібек Соқпақбаевты көрдім, Мұқағали Мақатаевты көре алмадым. Ал енді Сағат Әшімбаевты көрдім. Ал Баққожа ағаны әскер қатарында жүргенде оның кітаптарын мен сол кітапханадан оқығам. Кейіннен өмірде таныс болдық. Бұл кісі өзі жазушы, драматург, керемет туындылар жазды. Бұл кісімен мен жиі қарым-қатынаста болдым. Портреттің сәтті шығуына, оның фонында қолданылған түстердің де әсері зор. Бұл тұрғыда суретшінің өз айтары бар. Қоңырқай, ауыр түстерді алуы, мына қазақтың дүниесінде қоңыр домбыра, қоңыр тіршілік, қазақы тіршілік, сонан кейін бір құпияға тартатын қызғылтым түстермен сол түстерді артына алу арқылы адамның образын шешуге мен осыларды пайдаланамын. Өйткені бір тұңғиыққа алып кетеді. Мысалы, түн қараңғы. Мұнда ол ондай қараңғылық емес. Бұл адамның өмірін, ішкі ойын, өмірдегі орындағы орнын, сонан кейін сол ішкі дүниесін, жаңа сыртқы дүниесін жинақтап алып келіп, бір тылсым дүниеге апаратын. Біздің өзіміздің қазақ халқының қарасақ, жай ғана қоңыр тіршілік кесіп жатқан сияқты болады. Бірақ мына көшпенді мәдениеттегі әрбір дүниеден, мысалы, жай ғана бір мақалын айтатын болсақ, сол мақалдан бір кітап жазып шығуға болады. Міне осындай жинақталған дүниелерді сондай бір тылсым дүниеге итеру үшін пайдаланамын ондай. Табиғат аясына шығып, етюд жазу кез келген суретшінің қиялына қанат бітіріп, шабытына шабыт қосады. Пленерге шығуды студент кезден әдетке айналдырған Тоққожа Қожағұлов жаз маусымында студенттер мен ұстаздарды ұйымдастырып, көрікті жерлерді кенет бетіне түсіріп қайтады.
этюдте алғашқы сезім басты рөл атқарады. Ал енді үлкен картина жасаған кезде ол өзіңнің айтар ойыңды, өзіңнің әлгі портрет болса беретін образыңды, көп фигурал болса оны бір жинақтау, соған байланысты ол басқаша шешіледі. Оны біткен үлкен жұмыста ол қараған сайын оның құпиясы ашыла береді. Ал мына жерде тазалық пен жаңағы алғашқы адамның сезімін көрсетеді дейді. Ал сонымен бірге суретшіні суретші етіп қалыптастыратын табиғат. Бояу мен қылқалам суретшінің қаруы. Қылқаламның көмегі арқылы түрлі бояумен көрген жан тамсанатындай туынды жасау бір күннің немесе бір аптаның жұмысы емес. Автор айлар бойы толғанып, шығарманың кілтін тапқанша тыным таппайды. Сол уақытта қылқаламға да көңіл бөліп, күтіп баптау керек. Міне мысалы мынау қылқаламды алған кезде жұмыс жасап болғаннан кейін осыны жақсылап отырып жуу керек. Кір сабынмен жуып тазалау керек. Тазалағаннан кейін осыны мына қағазға орап қайтып қойып қойсаңыз, қайтадан өзіңіз келесі жұмыста бұл жаңа қылқаламмен жұмыс жасап жатқандай боласыз. Екінші, мен түсіндіре айтам. Мына қылқаламыңыз желінеді. Желінгеннен кейін олар тасталады. Сізді тастауға болмайды. Әлі де мұны пайдалануға болады. Мына жерден кішкене қыздырып отырып, мынаның ұшына қайтадан тартып алып, өзіңізге керек жеткеннен кейін баса қалсаңыз, мына қылқалам мінерге шейінгі жазылған мына ішіндегі мына несі жетінасы, қылдары. Міне соны тартқаннан кейін қысып қоясыз, қайтадан жұмыс жасай беруге болады. Суретшінің бүгінгі әрбір картинасы ертеңгі тарих. Тәуелсіз қазақ елінің 30 жылдық тарихында өз туындыларымен із қалдырып келе жатқан қылқалам шеберлерінің қатарында Қожағұлов та бар. Ұлы дала дидары атты мына картинасы елорданың тарихына айналған. Мына Ұлы дала дидары деген картинамда 2016 жылы жазылдым. Мұнда бір адамдарды көрсету емес. Мысалы, Абылай ханның айтқан жақсы бір сөзі бар ғой, бір қала салсам деген. Міне сол Астана қаласы өмірге келді. Міне осыған байланысты сол Астана қаласының салып жатқанын, оның бас архитектор болып Нұрсұлтан Әбішұлының болғанымен, сонда қаладағы сол 16 жылға шейін әкім болған азаматтардың бейнесі бар. Сонымен бірге Жапон архитекторы Кисе Куракова мен Британ архитекторы Норман Фостер бар. Міне мен суретші ретінде осыны жаңа экспоны талдап отырған кезде, салған кезде, менің ішкі ойымда ертеңгі ұрпақ осы картина арқылы қаланың қалай салынғанын бірінші көрсе. Екінші, қаладағы ғимараттарды салған кезде мынандай бір ой тууы да мүмкін ғой. Неге осы біздің архитекторлар, қазақ архитекторлары осыған жұмыс жасамады? Неге біздің ұлттық дүниеміз осы жерде қалыптаспады деген ой. Неге сырттан шақырдық? Дұрыс, олардың тәжірибесі бар шығар, а біздердікі қайда қалды? Ал енді болашақта осы жағын келесі ұрпақ қамти ма деген мен ішкі ойымды көрсеткім келді. Бұл сол кездегі даланың дидары, мына адамдардың дидары. Соның бәрін жинақтап алып, мынау мәңгілік ел боламыз деп жатқан қазақ елі жерінің дидарын көрсеткім келді. Үнемі ізденіс пен еңбек арқылы бала кездегі арманына жетіп, қылқалам мен бояуды серік етіп келе жатқан Қожағұлов мамандығына деген сүйіспеншілігін былай жеткізеді. Ақын болсын, жазушы болсын, композитор болсын, бәрінің ортақ дүниесі ол өнер. Ал өнерді бұл ақындық деуге болады бәріміздің бойымызда. Мысалы, ақындардың суретші болып жататын, суретшілердің кейде өлең жазып ақын болып жататынының ортақ дүниесі ортақ өнер. Мен осыны Мұқағалидың жазғанын мен айтып берсем қайтеді. Мұқағали айтады: "Живопистің тұла бойы тұнып тұрған тарих, живописті көзбен емес, көңілменен таниық. Живопис сол айқайлаған өлең емес ақынның сыр ішінде, тіл ішінде өрнеуі ғой ақылдың" дейді. Осы қылқаламның құдіретін қалай айтқан болар едің өзің? Портреттерде қарап тұрған адамның өзі саған тірі адамдай қарап тұратын болса, соған сен жан бергендей болып тұратын болса, сонда сен жаратушының құдіреттілігін көрсете аласың. Сен оны тірі сияқты қылып салғанмен, сен оған жан бере алмайсың. Міне сонда сен құдіретті күштің сенен де жоғары. Сен соны елге дәлелдейтін адам ретінде көрінесің. Міне қылқаламның құдіреті осында.